Бүгінгі дәрістің тақырыбы улы заттардың ағзада таралуының токсикокинетикасы және көрсеткіштері. Сезімталдығы төмен әдісті таңдау іздеген затты айғақтай алмайды, себебі жалған теріс нәтиже беруі мүмкін. Сезімталдығы төмен әдістер бұл әдістерді таңдау кезінде жүргізіледі. Сезімталдығымен төмендік екендігі, затты айғақтай алмайтындығы бізге дәл нақты нәтиже бермеуімен байланыстыруымызға болады. Дәріс жоспарында бөгде заттардың токсикокинетикасы және бөгде заттардың ағзада таралуын негізгі екі бағыт ретінде жоспарға алған болатынбыз. Бөгде заттардың токсикокинетикасы бұл қандай заттар, яғни ксенобиотиктер, бөгде заттар, токсикалық олардың кинетикасы, ағзада жүргізілуі, ксенобиотиктердің кез келген ағзаға түскен заттардың бөгде заттар, ол су болсын, ас болсын, тағам болсын, я болмаса дәрілік заттар болсын, ағзадағы жүру жолдарын атауымызға болады. Осы бөгде заттардың токсикокинетикасында, яғни токсиканттар деп алатын болсақ, ағзаға екі жолмен ғана түсе алады. Бұл энтералды және парентералды жолдар. Энтералды мен парентералды жолдың екеуінің негізгі айырмашылықтары: мұнда энтералды түсу токсиканттың ауыз қуысы, яғни пероралды арқылы түсіп, асқазан ішек жолында сіңуін айтамыз. Ал парентералды жолдар бұл тері, көктамыр, бұлшықет, тыныс алу, ингаляционды тағы басқа жолдарына байланысты екендігін негізгі түсу жолдары ретінде екі энтералды және парентералды деп екіге бөле аламыз. Токсиканттың енген орнынан қан ағымына түсу, яғни абсорбция деп атаймыз бұл процесті. Абсорбция процесінде сіңу механизмі ксенобиотиктің ағзаға түсуі арқылы жүргізіледі. Яғни бөгде заттардың, отты заттардың ағзаға келіп енген орнынан бастап қанға өтуіне дейінгі абсорбциялық процестегі қаншалықты сіңу дәрежесі қандай, жүру механизмі қандай, бұл ксенобиотиктердің ағзаға өту арқылы жүргізіледі. Тері, асқазан, ішек жолдары және өкпе арқылы ағза ішкі ортасы мен токсиканттардың қоршаған ортадағы көп мөлшері арасындағы қорғаныштық қасиетін айтамыз. Яғни защитный барьер дейтін болсақ, бұл қоршаған ортадағы мөлшері қаншалықты көп болған жағдайда және оның қорғаныштық қасиеті жағында тері, асқазан, ішек жолдары мен өкпедегі ағзаның ішкі ортасындағы токсиканттардың қоршаған ортадағы мөлшерін келіп қорғаныштық қасиетін айтуымызға болады. Сонымен қатар кейбір липофильді қасиеті бар заттарды атауға болады. Көбінесе олар химиялық заттарды атаймыз. Цианистер, циан топтары, яғни нитробензол, бензол, фенол, нитроглицерин және басқаларды атауымызға болады. Қан ағымына ауыз қуысының шырышты қабаты арқылы сіңе алатын бұл отты химиялық заттарды айтамыз. Яғни бұлар тыныс алу жолдары арқылы біз тыныс алған жағдайда ауыз қуысындағы шырышты қабаттар сілтекейлер арқылы ағзаға түсіп, қанның ағымына өту арқылы осы қан арқылы бүкіл ағзадағы таралуын, яғни сіңу жолдарын айтамыз. Бұл липофильді бар қасиетті заттарға тән ерекшелік болып табылады. Олар қан ағымында бауырға жетпей, метаболизмге түспей, ұзақ уақыт айналымда болады. Яғни метаболизм процесіне ұшырамай, қанның ағымында бауырға жетпей жүргізілуі, ұзақ уақыт қан айналым процесінде болуы, яғни циркулирование деп атаймыз. Бұл цианидтерге нитробензол, бензол, фенол, нитроглицерин және басқаларға тән қасиет. Яғни біз жаңа атап кеткендей, отты химиялық заттар қан айналымына да ұзақ болуы, бауырға жетпей, осы метаболизмге түспей, ағзада ұзақ болатын қасиеттілігімен ерекшеленеді. Улы заттар және басқа бөгде заттар, мысалы ретінде дәрілік заттарды атайтын болсақ, бұл асқазаннан, ішек жолынан қанға сіңіп, бауырға және басқа ағзаларға таралуын атаймыз. Яғни ксенобиотиктердің сырттан келіп ағзаға түскен жағдайдағы асқазан арқылы, ішек жолы арқылы қанға сіңіп, осы қан айналымында біраз уақыт болып, бауырға өткен кезде барып, осы бауыр арқылы сүзіліп, басқа ағзаларға таралу жолдары да бұл улы заттар, яғни көбінесе дәрілік заттардың жүру жолдарын атаймыз. Асқазанда сіңірілуі, ішек жолында сіңірілуі. Сонымен қатар улы заттар қанға сіңу үшін асқазанның шырышты қабатының, терінің, капиллярлардың, ағза, яғни тіндердің биологиялық перделері арқылы, мембрана арқылы нысанға жетуі керек болса, улы заттардың оттылық деңгейіне дейміз ғой жаңағы.
жоғарғы деңгейдегі уыттылық заттар, орта деңгейдегі, я болмаса төменгі деңгейдегі заттарды атауымызға болады. Бұл да қанға сіңу үшін жаңа асқазанның шырышты қабаттарында сіңірілуі. Теріде сіңірілуі, жаңа мембрана арқылы өтуін анықтап кетеміз. Мембрана бұл шектеулі өткізгіштік, яғни жартылай өткізгіштік бар кешенді комплексті ақуыз фосфолипидті түрленгіш өзгергіш құрылым ретінде мембрананы қарастыруымызға болады. Яғни өткізгіштігі шектеулі болып келеді. Ағзаның барлық мембрана жүйелерінің құрылымы біркелкі болғанымен қызметтері, қасиеттері әртүрлі болып келеді. Бұл ағзадағы жаңағы біздегі құрылымдық заттарға байланысты. Олардың қасиеттері, қызметтері әртүрлі болуы, жаңа метаболизм процестерінің баяу өтуі, болмаса жылдам өтуі де осы атқаратын қызметтеріне байланысты ағзаның. Мембраналардың құрылымы туралы көзқарас Доусона Даниэль гипотезасында негізделген. Мембрана құрылымында қос қабатты ақуыздардың бір қабатты цитоплазмаға, екінші сыртқа бағытталған қосарланған липидті қабат түзетіндігін атап кетуімізге болады. Бұл да мембрана құрылымында, яғни қос қабатты ақуыздар бұл баяу өткізілуі, мембрана құрылымындағы жаңа біз атап кеткенде мембрананың құрылысы өткізгіштігі жартылай болатын болса, бұнда да қос қабатты ақуыздардың бір қабатты цитоплазмаға, екінші сыртқы бағытталған қосарланған липидті қабат түзетіндігімен байланыстырамыз. Мына сызба нұсқада көрсетілгенде мембраналардың молекулярлық құрылымының сызба нұсқасы. Яғни жасушаның сыртында су мен жасушаның ішіндегі судың арасындағы болатын құрылымдық, яғни молекулярлық құрылым дейміз. Жасуша сыртындағы судан кейін төменде ақуыздың орналасуы, сосын гидрофильді топтардың, гидрофильді топтардан кейін липидтердің болуы, липидтерден кейін гидрофобты топтардың болуы, липидтер, гидрофильді топтар, ақуыздар және жасуша ішіндегі сумен байланысатын атауымызға болады. Бұл да мембраналардың молекулярлық құрылымы сызба нұсқасында көрсетілгенде, яғни мембраналардың жартылай өткізгіштік екенін осы сызба нұсқадан түсініп қарастыруымызға болады. Фосфолипид молекуласы гидрофильді топтармен ақуызға бағытталған, ал гидрофобты топтар бар, бір-бірімен жанасқан топтарын атауымызға болады. Липидті топтар, фосфолипидті молекуласы, яғни олардың суды сіңірілуіне байланыстылығын атауымызға болады. Ақуыздың қасиеттеріне атауымызға болады. Гидрофобты топтармен бір-бірімен байланыстылығын атауымызға болады. Сонымен қатар кейбір ақуыздардың өзінің жасушаларын танып, бөгделерді қабылдамайтын қасиеттері болжамданады. Бұл да ақуыздың қасиеттерін білу деп атайтын болады. Яғни бөгде қабылдамайтын қасиеттерін атап кетуімізге болады. Өзіне таныс жасушаларын ғана қабылдауы, сонымен қатар заттардың мембрана арқылы өтуі күрделі процесс ретінде жүргізіледі. Бұл әртүрлі заттардың транспорттардың негізгі 4 түрін ажыратуға болады. Келесі сызба нұсқада көрсетілгендей, бұл транспорттық түрлері. Мысалға, бірінші типтегі қарапайым диффузияны атауымызға болады. Бұл белсенді емес транспорт. Яғни екінші, үшінші, төртінші топтарға қараған жағдайда бұл энергетикасы белсенді транспорт, пиноцитоз, күрделі энергия жұмсалыну керек. Төртінші жағдайда перденің сулы қуыстары арқылы сүзілуі, фильтрация процестерінің болуы. Бұл негізгі 4 топты типтерді бір-бірімен салыстырған жағдайда әртүрлі заттардың транспорттарының негізгі типтері деп қарастырамыз. Бұл яғни сызба нұсқада қарап түсінгенімізде әрбір топтың типтердің өзіне қатысты транспортты белсенді тасымалдауы, я болмаса белсенді емес транспорт болуы, я болмаса энергияның жұмсалынуы қажет ететіндігі, я болмаса сулы қуыстар арқылы сүзілу, фильтрациялық процестерінің өтуі арқылы бір-бірімен ерекшеленеді. Пассивті транспорт қарапайым диффузия арқылы жүреді. Яғни энергия күшін қажет етпей, энергиясыз пассивті түрде өткізетін транспорт, яғни қарапайым диффузия деп аталады. Қарапайым диффузия бұл қосымша энергияны қажет етпейді және екі бағытта жүре алады. Яғни ол жасушаға бағытталған және жасушадан кері жағдайда өткізіледі. Бірінші типтегі мембраналар иондарды өткізбейді, бейтарап молекулаларды кедергісіз өткізеді.
яғни кедергісіз деп отырғандай біз бағана мембрананың жартай өткізгіштігін атап кететін болсақ қасиеттерінің арасында бұл молекулаларды кедергісіз өткізетін қасиеттері, ал иондарды өткізбейтін түрлерін атауымызға болады. Липофильді қасиеті бар молекулалар басқалардан жылдам диффундирленеді, себебі мұнда май су қабатында олардың таралу коэффициенттері жоғары. Фиг заңына тоқталатын болсақ, мұнда фиг заңында липидтерді еритін заттар, яғни жасуша мембранасы арқылы диффузия заңдылығына сәйкес мұнда энергия жұмсамай еркін, кедергісіз өте алатын процессті атауымызға болады. Яғни заттардың диффузия жылдамдығымен бағыттында фиг заңында сәйкес мына теңдеумен өрнектеліп тұр. Қарасаңыздар, диффузия жылдамдығын ксенобиотиктердің диффузия коэффициентімен мұнда S мембрана бетінің аумағы және концентрация 1, концентрация 2 мен мембрана екі жағында концентрация градиентінің мембрана қалыңдығына қатынасын атап кетуімізге болады. Осы арнайы формуламен біз липидтерді еритін заттар, яғни жасуша мембранасы арқылы диффузия заңдылығына сәйкес энергия қаншалықты жұмсамай, еркін, кедергісіз өте алатындығын өрнектеуімізге болады. Диффузия бұл заттардың жоғарғы концентрациясының төменгі концентрацияға өздігінен өтіп, екі концентрация теңелгенше жүретін процессті айтамыз. Сіздерге бұл диффузия, яғни газдардың таралуы деп түсіндірсек те болады, жаңа кеңістіктегі қаншалықты таралу жолдары. Заттардың концентрациясының төменгі концентрацияға қаншалықты өздігінен өтіп, сол жаңағы ауадағы таралуы, концентрация теңелгенге жүретін процесстер. Ол заттың диффузия коэффициенті бұл негізгі молекулярлық массаға, липидте ергіштік дәрежесіне және иондалуына, кеңістіктегі конфигурациясына байланысты болып келеді. Яғни молекулярлық массасы қаншалықты жаңағы диффузия кезіндегі концентрациясын төменгі концентрацияға өздігінен өте алатындығын атап кетсек, концентрация теңелгенге дейінгі жүретін процестерді атайтын болсақ, онда молекулярлық массаға мен липидтерге ергіштік дәрежесіне, иондалуына, яғни кеңістіктегі таралуымен осы екі концентрацияның теңелуге дейінгі жүретін процесті атап түсіндіруімізге болады. Екінші типтегі перделер. Бұл екінші типтегі перделер мембраналар, яғни белсенді транспорттық қамтамасыз етушілердің арнаулы тасымалдаушылары болады және солар арқылы қарқынды диффузия іске асады. Молекулалар мембрана арқылы белсенді транспортына мембрана құрамына кіретін ферменттер, тасымалдаушылар ретінде қатысады. Бұл екінші типтегі перделерге жатқызылады. Сонымен қатар транспорттаушы молекула, яғни молекула тасымалдаушымен ажырауға бейім қосылыстар. Бұл транспорттаушы. Молекула қосу фермент, молекула және фермент деп атауымызға болады. Ондағы тасымалдаушы мембрананың ішкі және сыртқы беттерінде еркін қозғалыста бола алады. Белсенді транспорт көмегімен глюкоза эритроциттерді тасымалданады, натрий, калий, кальций катиондары, амин қышқылдары, жүрек гликозидтері, гормондар, дәрумендердің сіңдірілуі. Яғни қаншалық деңгейде күш жұмсай отырады белсенді транспорттың жүргізе отыру, тасымалдануы, глюкозаның эритроциттерге тасымалдануы, басқа осы қажетті элементтердің, дәрумендердің, жүрек гликозидтерінің қаншалықты сіңдірілуі бұл транспорттаушы, яғни молекула тасымалдаушымен ажырауға бейім қосылыстарын атауымызға болады. Келесі үшінші типті мембрана, пеноцитоз. Үшінші типті мембраналарда күрделі транспорт орын алады. Мұнда заттардың концентрациясының градиентіне қарсы жинақталу орын алуы, ол жинақталу энергия пайдалану қажеттілігіне байланысқан, яғни қажетті энергия АТФ мембранадағы метаболизмнен туындайтын процессті атауымызға болады. Бұл да үшінші типтегі мембрана пеноцитозын атауымызға болады. Жорамалда бойынша заттың молекуласы белгілі химиялық түрленген тасымалдаушы мен бірге қосылып түседі. Ол тасымалдаушылар ретіндегі арнайы ферменттер қызмет етеді. Яғни ферменттердің қызметіне байланысты тасымалдану дәрежесі есептелінеді. Төртінші типті мембраналар, бұл төртінші типті мембраналарға, яғни сүзбе процесін атауымызға болады. Диффузия негізінен қабырғаларында оң зарядталған бөлшектері бар қуыстар арқылы аниондарды өткізеді.
ал бірақ электролит еместерді де өткізе алатын каналдар бар екендігін осы төртінші мембраналарды сүзілу процесінде ескеруіміз қажет. Қуыстардың шамасын өлшемі ең үлкен молекуланы өткізе алатын мүмкіншілігімен байланыстыруға болады. Яғни біз жаңа атап кеткендей, өлшемі ең үлкен молекулалар, болмаса кіші молекула, бұлардың мүмкіншіліктері қандай, бір-бірімен байланыстыру қандай, бұл қуыстардың шамасына байланысты. Транспорт, сүзілу, фильтрация принципі бойынша жүргізіледі. Мысалы, адамның бүйрек мембранасының клубочкалары қалыпты жағдайда альбумин молекуласының алпыс кіші барлық молекулаларды өткізе алатындығын ескеруіміз қажет. Сонымен қатар сіңуге ықпалды факторлар. Бірінші заттардың табиғаты. Бұл заттардың табиғаты, химиялық табиғаты, қандай органикалық заттар болатын болса, егер бейтарап сипатты ионизацияға түспейтін заттар, қышқылды негіздер, органикалық негіздер, мысалы алкалоидтар, бұл да осы қышқылды, бейтарапты, негіздік алкалоидты заттардың табиғатымен байланыстырылады. Механизмі бұл қарапайым диффузия ретінде жүргізіледі. Токсиканттардың ағзаларда таралуы, мысалға май мен судың қатынасын айтатын болсақ, бұл таралу коэффициентіне не тәуелді болып келеді. Таралу коэффициенті жоғары болғанда токсиканттың белсенділігі жоғары болып қалады. Мысалға, мұнда еріткіштің липофильді концентрациясын атауымызға болады. Липофильді концентрациясының қатынасы, концентрация. Ионизацияға қабілетті қышқылды және негізі заттар. Бұл мысал ретінде салицил қышқылын атаймыз. Ацетил салицил қышқылы, барбитураттар, сульфаниламидтар, алкалоидтар, синтетикалық үштік азоты бар заттар. Бұл қышқылды қабілеті, болмаса негізі қабілетіне байланысты осы ионизацияға ұшырауын атаймыз. Таралу коэффициенті қышқылды және негізі табиғаттарына және биологиялық ортаның pH көрсеткіштеріне тәуелді. Бұнда әлсіз қышқылдар үшін, мысалға, pH оптималды жағдайда кіші болып табылады ионизация константасынан. Әлсіз негіздер үшін pH оптимизациялық жағдайда ионизация константасынан жоғары болып табылады. Заттың 50% иондалған кезіндегі pH бұл сандық көрсеткішіне тең. Яғни біз атап кеткенде бұл заттардың жалпы табиғаты, қышқылдық қасиеті, негіздік қасиеті, болмаса жаңағыдай көрсеткіштер, pH көрсеткіштері арқылы біз анықтай аламыз. Сонымен қатар биорганикалық заттарға тоқталатын болсақ, мұнда сіңуі, яғни олардың иондарға түсу мүмкіншіліктеріне тәуелділігін атауымыз болады. Егер зат диссоциацияға түспесе, ол ағзаға сіңбейді. Мысалға, барий сульфатын атап кетеміз. Бұл тұнба ретінде көбінесе қарастырылады, барий сульфаты ақ түсті тұнба болып келеді. Яғни олар диссоциацияға ұшырамай, тұнбаға түсіп қалатын заттар, олар ағзаға сіңбейтіндігін бұл биорганикалық зат ретінде қарастырылады. Ксенобиотиктерге бұл органикалық заттар мен хелатты қосылыстар түссе, бұл жақсы сіңеді. Яғни бөгде заттар, органикалық заттармен бірге біз атап кеткендей, хелатты қосылыстар, кешенді қосылыстар деп атаймыз, комплексті қосылыстар, бұл ағзаға жақсы сіңетіндігімен түсіндіруіміз болады. Сонымен қатар аниондар қанға перде қуыстар арқылы өтеді. Бұл да аниондарға тән қасиет. Бұл яғни аниондармен иондарға түсу мүмкіншілігі, сіңуі заттардың мүмкіншіліктері, бұл биорганикалық заттар табиғатты заттарға сәйкес келеді. Келесі бұл заттардың концентрациясы. Улы заттардың концентрациясы жоғарылағанда олардың сіңу жылдамдығы да жоғарылайды. Яғни біз атап кеткенде заттардың концентрациясына көп улы заттың концентрациясы қандай, концентрациясы жоғары, төмен екендігін, олардың сіңу жылдамдықтарының жоғары төмен болатындығын атауымызға болады. Сондай-ақ асқазан ішек жолының күйі, асқазанның шырышты қабығының интенсивті қан айналымының сіңу үрдісіне жоғары әсері бар екендігін атауымызға болады. Асқазан күйінің тола немесе бос сипаты, яғни біз асқазанның күй жағдайына қараймыз. Отты заттар ағзаға келіп түскен кезде асқазан арқылы сіңдіру жолында бұл асқазанның тола немесе бос сипаты қандай болады? Осында асқазан қалдықтарымен араласу, асқазандағы тағаммен араласу, оның перисталтикасын және шырыштың туындауын тағы басқа
Бұл да асқазан ішегі күйі ретінде қарастыруымызға болады. Яғни сіңу үрдістерінде интенсивті қан айналымы қалай жүргізіледі, асқазанның шырышты қабығымен сіңу процесі қалай әсер етеді, бұл асқазан ішек жолындағы күйіне байланысты тоқталғымыз келеді. Улы заттардың ағзада таралуы. Уытты заттар қанға сіңгеннен кейін олардың ағзада таралуы орын алады. Осы күрделі үрдістерді біз кейбір факторларға тәуелді ретінде атаймыз. Мысалы, липоергіштік, жасуша мембраналарынан өту, токсиканттар макромолекулалары, олардың структуралық құрылымдары қандай, осы қабілеттеріне байланысты атап кетуіміз болады. Бірінші жағдайда липоергіштік коэффициенті, мысалы, пестицидтер, барбитураттар майлы тіндерде қорланады, яғни майлы тіндерде жинақталынады. Жасуша мембраналарының өту қабілеттіліктеріне, ақуыздармен қосылыс түзбеген липидтерді ергіш заттармен өте жақсы сіңеді және тарала алатынын атап кетуімізге болады. Токсиканттардың макромолекулар структуралы және ақуыздармен әрекеттесу қабілеттеріне. Бұл да улы заттардың ағзада таралу күйлеріне байланысты негізгі бағыттар ретінде қарастырамыз. Көптеген бөгде заттар, яғни плазманың ақуыздармен, көбінесе альбуминмен қосылыстар түсіп кететін процестерді атауымызға болады. Бөгде заттар ағзаға түскен жағдайда осы плазманың ақуыздармен альбуминмен қосылыстар түсіп кеткен жағдайда ол заттарды кейін оқшаулау, ыдырату, зерттеу жұмыстары бізге қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сол үшін бұл ағзаға түскен бөгде заттардың біз табиғатына көп көңіл бөлуіміз қажет. Және ақуыздармен тез байланысқа түсіп кететін, күрделі қосылыстардың түсіп кететін түрлері болады. Сонымен қатар плазма ақуыздар, яғни металдармен кешенді қосылыстарын түзе алуын атауымыз болады. Мысалға, темір иондағы бета-глобулинмен тасымалдануы, 90-96% мыс иондары, мысалы, глобулинмен тироплазммен кешенді қосылысып, циркуляцияға, айналымға түсіп кетуі. Бұл да жаңағы келіп ағзаға түскен ксенобиотиктердің табиғатына, олардың байланысып кету, қандай қосылыстар түзу күрделіліктеріне байланысты екенін атауымызға болады. Уытты заттардың тарауы басқа да заңдылықтарға бағынышты. Мысалға, мышьякты атайтын болсақ, эритроциттерде, шаштарда, тырнақтарда қорланып жиналады. Сынаптар тікшектерде, қорғасында, жалпақ сүйектерде, хромдар сіңір тіндерінде. Бұл табиғатына, химиялық қасиеттеріне байланысты. Уытты химиялық металдар болсын, уытты заттардың ағзаға түскен жағдайда ағзаның қай мүшесінде осы қорланады, жинақталады. Біз осы арнайы мәліметтер бойынша зерттеу жұмыстарында бағытталған, бағытталмаған зерттеу жұмыстарын жүргізген жағдайда бізге қай ағзада жинақталатыны біз көп көңіл бөлуіміз қажет. Яғни уытты заттардың тарауы мен оның негізгі заңдылықтарының бағынышты жағдайларына көп сүйенуіміз қажет. Бөгде заттардың биотрансформациясы бұнда осы заттарды ағзадан шығаруға бағытталған. Яғни биотрансформация үрдісі бұл екі фазадан тұрады. Біріншісі ыдырау метаболикалық реакциялар болатын болса, екіншісі конъюгаттар биосинтез. Яғни метаболизмнің бірінші фазасында тотықсану, гидролиздену процестері жүреді. Бұл реакциялар энергия жұмсау арқылы жүреді. Синтезге түспейтін реакциялар, мысалы, бастапқы бөгде заттың биохимиялық реакция нәтижесінде химиялық құрылымның өзгеруін атаймыз. Ал екінші конъюгаттар биосинтез, яғни қосарлы қосылыстардың жүргізілуі. Осы заттардың ағзаға шығаруға бағытталған екі биотрансформацияның процесін атауымызға болады. Биотрансформацияның бірінші фазасында бұл тотығу реакциясы, яғни ароматикалық гидроксилдену атап кетуімізге болады. Бензолдардан фенолдардың туындауы, гидрохинонның туындауы және парахинонның түзілуін атауымызға болады. Бұл ароматикалық гидроксилден, яғни метаболизмнің бірінші процесінде осы ароматтық қосылыстардың гидроксилдену процестерінің жүруін атауымызға болады. Яғни тотығу реакциялар ағзаға түскеннен кейінгі жүретін метаболизмнің бірінші фазасы. Фенобарбиталдың ароматтық гидроксилдену үрдісі. Барбитураттардың ішіндегі фенобарбитал дәрілік қасиеттері бойынша ең жоғары қосылыстар, бұл ең көп қолданатын фенобарбиталдар топтарына атауымызға болады. Фенобарбиталдардың, яғни ароматтық гидроксилдену процестеріне ұшырауын атауымызға болады. Алифаттық гидроксилдену. Бұнда толуылдан бензил спирттерінің түзілуін атауымызға болады.
яғни алифаттық қатардағы гидроксилдену процестерін жүргізілуі. Н гидроксилдену, аминдарға гидроксилдену, яғни амин топтары бар. Амин, аммоний гидроксиді, аминдарда гидроксилдену, бұл Н гидроксилдену топтары бойынша бұл метаболизмнің бірінші фазасында жүргізетін процестердің қатарына жатқызылады. Спирттердің тотығы бұнда этанолдан ацетальдегидтің түзілуін атауымызға болады. Бұл да ағзаға түскен жаңағы алкогольдік мастану жағдайында, болмаса осы ағзаға түскен спирттерді зерттеу кезінде осы тотығу процестерін ескеруіміз қажет. Этанол ағзаға қабылдаған жағдайда алкогольдік мастануда ацетальдегидтің түзілуіне спирттермен уланғандығына арнайы реакцияларды көруімізге болады. Н тотығы, азот тотығы. Радикал 1 мен радикал 2 арқылы NH топтарында, яғни тотыққан кездегі NH оксид, N оксидтің түзілуін атауымызға болады. С тотығы фенотиазин туындыларында сульфа тотығы да атауымызға болады. С тотығы, яғни фенотиазин туындысынан сульфоксидтің түзілуі, дисульфоксидтің түзілуін атауымызға болады. Дезаминделеу реакциялары. Дезаминделеуде де NH топтары Д біз білгеніндей бұл кері жүретін процесс NH топтары. Десульфидтелеу бұнда Д кері жүретін, яғни С сульфид топтарын десульфидтелеу реакцияларын атауымызға болады. Карбоксилдену H-SO2 топтарын, яғни карбон топтарын СО2 және су қосу арқылы жүргізілгенде карбоксилдену реакцияларының түзілуі. Мұнда көріп отырғандай CH2OH, SOH, COOH топтары. Келесі дезалкилдену реакциялары, яғни дезалкилдену реакцияларында азот, оттегі көп дезалкилдену, N дезалкилдену процестерін атауымызға болады. Азот топтарының, оксид топтарын және сульфид топтарын дезалкилдену процестерін. Сонымен қатар метаболизмнің бірінші фазасына жүретін тотығу процесімен бірге үнемі тотықсану реакцияларына жүреді. Мұнда нитротрудылардың тотықсану, яғни нитрозепам, аминонитразепам топтарын атауымызға болады. Нитрозепам топтарынан аминонитразепам топтарының түзілуі тотықсану арқылы. Альдегидтердің, кетондардың, галогенді туындылардың тотықсануында мысал ретінде қарастыруымызға болады. Ацетоннан изопропанолдың түзілуі, хлоралгидраттан трихлоретанолдың түзілуін атауымызға болады. Биотрансформацияның екінші фазасы. Бұл біз жаңа атап кеткендей метаболизм процесінде жүретін екінші фаза. Бұл конъюгаттардың түзілуімен сипатталады. Осы атағанымыздай токсиканттың метаболитімен ағзадағы кейбір заттардың глюкурон қышқылы, сульфаттар, ацетаттар, глицин және тағы басқа биосинтездерін атауымызға болады. Конъюгация реакциясының негізгілерінің біреуі глюкуронидтер түзу реакциясы, яғни ксенобиотик пен глюкурон қышқылының қосарлы қосылыстарын түзілуін атауымызға болады. Мұнда шамамен 70% метаболиттер ағзадан глюкуронидтер түрінде шығарылады. Яғни конъюгация реакцияларындағы негізгілердің біреуі глюкуронидтер түзу кезінде глюкурон қышқылының қосарлы қосылыстардың түзілу процестерін атауымызға болады. Міне реакция теңдеуінде көрсетілгенде глюкуронидтердің түзілу реакциясы. Глюкурон қышқылынан парааминофенолдың түзілуі қосылған жағдайда глюкурон қышқылына, бұнда парааминофенил глюкуронидтің түзілуін, БД глюкуронидтің түзілуін атауымызға болады. Фенолдар және спирттер негізінен бұлар сульфаттар түзеді. Паранитрофенол күкірт қышқылымен қосқан жағдайда сульфат паранитрофенолдың түзілуін атауымызға болады. Яғни фенол мен спирттерден сульфаттардың түзілуі. Мысал ретінде осы реакция теңдеуінен өрнектеп көрсетуімізге болады. Органикалық қышқылдар бұл амин қышқылдарымен реакцияға түседі, глицинмен жиірек түседі. Мұнда реакция теңдеуінде көрсетілгенде глицинмен салицил қышқылы. Салицил қышқылы мысал ретінде алып отырмыз. Мұнда түзілетін осы органикалық қышқылдар, амин қышқылдармен реакцияға түсетін атап кетуімізге болады.
Кейбір метаболиттік процестер нәтижесінде уытсыз немесе уыттылығы төмен заттар, уыттылығы жоғары заттарға айналады, летальды синтез, яғни өлімге алып келетін мөлшерін атау, мысалы дозалану. Ол алкоголь дегидрогеназаның каталазы реакция теңдеу арқылы көрсетуімізге болады. Бөгде заттардың метаболизміне ықпалды факторларды атауымыз болады. Сонымен қатар бұл мына төменде келтіргенде негізгі тармақтар бойынша генетикалық факторлар, яғни генетикалық ферменттердің дефектісі. Мысалға, шығыс және батыс халықтардың алкоголь дегидрогеназаға ферментіне қатысты екен. Бұл батыс болмаса шығыс халықтардың айырмашылықтарын атап кетуіміз керек. Бұл генетикалық факторлар ретінде. Сосын физиологиялық факторлар ретінде адамның жасы мен ферменттер жүйесінің дамуын атауымызға болады. Жыныстық айырмашылықтар әйел адам ретінде айырмашылық ретінде қарастыруға болады. Гормоналды фон ретінде, қалқанша безінің белсенділігі ретінде қалыптастыруға болады. Сонымен қатар жүктілік жағдайында, тамақтану деңгейінде, жаңа патологиялық жағдай қандай, дәрілік затты ұзақ пайдалану. Біз жаңа зерттеу кезінде мәйіттердің анамнезін қарастырып жатамыз. Сонда ұзақ уақыт бойы белгілі бір арнайы дәрілік заттарға, препараттарға тәуелді болған ағзаны қарастыру, зерттеу кезінде көбінесе осы дәрілік затты ұзақ уақыт пайдалану бөлімдері қарастырылады. Қоршаған ортаның факторлары, экологиялық аймақтарда жаңағыдай ұзақ өмір сүру салтына байланысты қалалық жерде тұрғын ретінде қарастырылған, я болмаса ауылдың тұрғын ретінде зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде де бұл қоршаған ортаның факторлары кісінің өмір сүру салтына байланысты қарастырылады. Сосын стресстік жағдай, иондаушы радиация қандай, бөгде заттардың метаболизмін қуаттау, бөгде заттардың метаболизмін баяулату, осы келтірілген негізгі бөлімде бұл бөгде заттардың метаболизміне ықпалды факторлар ретінде қарастырылады. Уытты заттардың әрекеттесу және уыттылығын шығара алатын орын рецептор деп атаймыз. Бұл көп жағдайда рецепторлар ферменттің участогі болып табылады. Мысалға, сиреннің оғаш тобы, ацетилхолинестер ағзаның құрамындағы фосфор органикалық бесестер рецептор болатын, және олардың тұрақты комплекстеуші жағдайда бұл рецептор ферменттің негізгі бөлімдері ретінде қарастырылады. Рецепторлар ретіндегі реакцияға бейім органикалық заттардың функционалды топтары, мысалы, сульфгидрилді топтар, гидроксилді, карбоксилді, азотты және фосфорлық қосылыстар. Бұл рецепторлардың негізгі органикалық осы функционалдылығы ретінде қарастырылады. Уытты заттардың ковалентті байланысының рецепторлармен байланысына тоқталатын болсақ, мұнда уытты заттар рецептор байланысының кері өзгерленуі, яғни маңызды орын алатындығын атауымызға болады. Рецептор байланысының кері өзгерленуі, ковалентті қосылысы берік және кері қайтпайтын ол рецепторлармен байланысын атауымызға болады. Ковалентті байланыстар түзе алатын қосылыстар көп емес, мысалға, олар жататын ақуыздардың сульфгидрил топтарымен әрекеттесетін сынап, мышьяк және сурма препараттарын мысал ретінде қарастыруға болады. Біз уытты заттардың байланыс рецепторлармен байланыс кезіндегі осы уытты химиялық заттар, мышьяк, сурма, сынап топтарының көп зерттеу кезінде осы ақуыздармен байланысқа түсіп, күрделі процестерін түзіп кетуі, яғни ковалентті байланыстар түзе алатын қосылыстар көп емес, соның ішіндегі ерекше топтарды атауымыз. Уытты заттардың рецепторлар байланысының негізгі типтері мен беріктігі. Бұл байланыс типтерінде, яғни байланыс типі мен байланыс энергиясы қарастырылған. Бұл ковалентті жағдайда 50 мен 140 килокалория мол ретінде берілген, ионды 5 пен 10 киломоль арасында берілген, сутекті 2-5 киломоль вандервальсте 0,5 және 1 килокалория моль жағдайында берілген. Бұл негізгі типтер мен беріктігі ретінде қарастырылған.